жоңғар шапқыншылығына қарсы қазақ халқының азаттық күресі. Әбілқайыр мемлекет қайраткері, кіші жүздің ханы, жоңғар басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастырушылардың бірі. Әбілқайыр хан 1723 жылы 20 мың жауынгері бар жасақты бастап, жоңғарлардың қандас одақтасы Еділ бойындағы қалмақтарға қарсы бірнеше жеңісті жорық жасаған еді. Осылай өз тылын осылайша қауіпсіз еткен ол қалың қолын бастап Сырдария бойына қарай бет алған еді. Ал 1724 жылы көктемде Әбілқайыр хан қазақ хандығының астанасы Түркістан қаласына жетеді. Оны тікелей шабуылымен азат етті Түркістан қаласын, және осы Түркістан қаланы бір жыл бойы өз қолында ұстап тұрды. Бірақ жаудың еселенген көп күшінің қысымымен қаланы тастап шықты. Негізі Әбілқайыр ханның құрамында 50 мың жауынгері бар бірлескен қазақ-қарақалпақ әскерінің қолбасшысы болды. Ал 1725 жылы Шақшақ ұлы Жәнібек батыр Қорғалжын көлінің маңында жоңғарларды жеңіліске ұшыратты. Қазақ жасақтары Сырдың төменгі ағысы бойындағы жерлермен қатар Мұғалжар тау бойындағы жерлерді де азат еткен еді. Осылайша жоңғарлардың Алтай тауларынан Есіл, Жайық өзендеріне дейін құрған шебі бұзылды. Сөйтіп енді ордабасы құрылтайы өтеді. Бұл құрылтайда жауға неғұрлым жылдам әрі күйрете соққы беруді ұйымдастыру және бүкіл қазақтың күш-жігерін біріктіру мақсатында 1726 жылы Ордабасы тауында осы бүкіл қазақтық құрылтай өткізілді. Ал Ордабасы қазіргі Шымкент қаласының батыс жағында. Енді осы бүкіл қазақтық құрылтайда жиынды аға хан Болат хан жиынды ашты. Бірақ оны басқару қазақтың үш биінің қолында болды. Демек, үш бидің қолында болды басқару. Енді осы құрылтайда қазақтар бір-біріне барынша берілген, адал болуға осы ордабасында ант берген болатын. Ал Әбілқайыр хан бүкіл қазақтық әскери жасақтың бас қолбасшысы болып тағайындалды. Бүкіл қазақ жасағының сардарбегі әскери басшысы ол Қанжығалы Бөгенбай сайланған еді. Енді осы ордабасында қазақ жасақтарының жиналуының негізгі екі себебі болды. Біріншіден, бұл жер жау қолындағы Жетісуды азат етуге жақынырақ еді. Азат етуге аттануға жақынырақ болды. Екіншіден, Алатау мен Қаратау сілемдерімен қоршалған, ал шығысқа қарай ашық дала болып келетін бұл аймақ қалың қолды құпия шоғырландыруға мүмкіндік берген еді.